7-chi topshirma. Tenglovlarda sheshib ko'r. Birinchi tenglovga jasayıq. Mana bizga qo'shganda tek alımdara g'ana o'zgaradi, ya'ni bulay sheshik. Жүз degan, ya'ni bo'limi aslında qaladi, üstünde 34 ga 56 qo'shsak 90 bo'ladi. Al endi o'sha joy tenglovda chiqarayıq. X teng 100dan 90 azaytu 100dan 8. Ya'ni x bizde 100dan 82. Tenglov sig'insak, al endi tekshirib ko'raylik. 100dan 8 qo'shuv 100dan 82 teng bo'ladi 100dan 34 qo'shuv 100dan 56. Ya'ni bizde 100 34 qo'shuv 100dan 56 teng 100dan 8ga. Bizde tenglov durish chiqdi. Ikkinchi tenglovga ko'rishaylik. Ya'ni bizde manav bo'lshak tenglikdan arg'i betni o'taymiz. Ya'ni o жақшаның sol жағында болса, дәл солай теңдіктің арғы бетіне де дәл солай сол жағында тұрады. Және өзінің таңбасымен. Ал егер де ол жақшаның оң жағында тұратын болса, ол оң жағында, және теңдіктің арт жағында да оң жағында болады. Енді бұны жай теңдеуге айналдырайық. Яғни бұл аралас теңдеу. Бұны күрделі теңдеуге айналдырамыз. Ал енді көрейік. Яғни бізде жақшаның іші ашылады. 90-нан 6 қосу x тең болады. Яғни 90-нан 60 азайту 90-нан 29. Ал енді жай теңдеуге айналдырайық. 90-нан 6 қосу x тең 31. Яғни 90-нан 31. Енді x-тің мәнін табайық. Бұны табу үшін біз 90-нан 31-ді азайтамыз. Яғни 90-нан 31-ден азайтамыз 90-нан 6-ны. Яғни бізде x-іміз тең болады 20. 5-ке астындағы 90-ды ұмытпайық. Ал енді теңдеу сызығын сызайық. Тексеріп көрейік. 90-нан 60 азайту жақша ашылған. 90-нан 6 қосу 90-нан 25 жақша жабылған тең 90-нан 29 шығады. Яғни 90-нан 29 тең 90-нан 29.